Қорқыт туралы аңыз ертегі. Қорқыт жұрттан асқан ақылды, алдағыны болжағыш адам екен. Ол бір жерде байыз тауып отырмай, үнемі дүние кезіп, тіршіліктегі жақсы жаманды көріп, салмақтап, сынап байыбына жетіп біліп жүріпті. Біреу кәрі, біреу жас, біреу бақытты, біреу бақытсыз. Біреу қыршын жас күйінде, біреу қартайып өледі. Жас туып дүниеге келеді, қария өліп дүниемен қош айтысады. Неліктен бұлай? Бірақ қанша ойланып толғанса да, мұның жауабын таба алмайды. Жасы ұлғайған сайын Қорқыт өлім жайын көбірек ойлайтын болыпты. Өлім түсіне де кіре береді. Бір күні түсінде Қорқыт жапан даланы кезіп келе жатса, көр қазып жатқан бір топ адамға кездесіп, олардан «Мұны кімге қазып жатырсыңдар?» деп сұрайды. Көр қазушылар «Қорқыт әулиені қоюға қазып жатырмыз» дейді. Осыдан сескенеді де, Қорқыт келер күні көр қазылып жатқан жерден басқа дүниенің екінші бір шетіне сапар шегеді. Бетпақтың шөлінде, Сарыарқаның шетсіз, шексіз, мидай даласын да түгел кезеді. Қайда жүрсе де, қайда барса да, ұйықтасақ болғаны, түсінде өзіне қазылып жатқан көрді көреді. Қайда барса да жанына тыныштық таба алмаған соң жер ортасын іздейді. Жер ортасы Сырдарияның жағасы екен. Жерұйық осы деп, қазіргі Қорқыт моласы тұрған Сырдарияның жағасына келіп тұрақтайды. Елімнің қайғысына мыңда бір дауа осы болар деп сырдың суына кілемін төсеп, қобызын тартып отырады. Қорқыттың ауылы Сырдарияның жағасында болыпты. Асқан күйші, қобызшы Қорқыт үйінде бір күнде отырмай ылғи ел кесіп, қобызымен күй тартады екен. Күйді құмарланып тартқан сайын Қорқыттың өлім жайлы қайғысы жеңілдеп, сейіле беріпті. Бір күні түсінде Тәңірі аян беріп, Қорқытқа айтыпты: «Сен өлімді аузыңа алмасаң, саған еш уақытта өлім жоқ» депті. Бұдан кейін бірталай заман өтеді. Қорқыт өлімді аузына да, ойына да алмай, қобызын тартып, ел аралап жүре беріпті. Күндердің бір күнінде бір ауылда отырса, байлаулы тұрған өгізі далаға қашып барады екен. Өгізін қуып жүріп, «Мұны өлсем де ұстамай қоймаспын» депті. Осы сөзі ашу үстінде айтарын айтса да, қатты өкінеді, шошиды. Түс көргеннен бері міне өлімді бірінші рет аузына алып отыр. Енді өлім тырнағына ілінгені ме? Жоқ, бұл жерден кету керек. Астына желмая мініп, желдіртіп, дүниенің төрт бұрышын кезіп кетеді. Күн батысқа да, күн шығысқа да, Сарыарқаға да, Құбылаға да барады. Барған жерінің бәрінде де өзіне қазылып жатқан көрді көреді. Көр қазғыштардан «Мұны кімге қазып жатырсыңдар?» деп сұраса, олар «Қорқыт әулиеге» деп жауап береді. Қайда барса да, алдынан Қорқыттың қазулы көрі шығады. Қазулы көрден өзіне құрылған өлім торынан қайтсе құтылмақ. Дүние кезіп жүріп, өлім құрығынан құтылмасын білген соң, Қорқыт өзінің туған жері, сүйікті мекені Сырдарияға қайтып келеді. Еліне келе сала, Қорқыт желмаясын сойып, оның терісі мен қобызының сыртын қаптайды. Құрғақ жерде тұрса, бір күні ажал жетіп келер деген қауіппен бір қырмызы масаты кілемді алып, Сырдарияның суына төсеп, сонда қобызын тартып отыратын болыпты. Өзінің дүние кезгендегі арманын да, өлімнен қашқан қайғысын да, өзі көрген жақсылық жамандық жайларын да қобызында ойнаған ғажап сұлу күйлерімен жеткізіп баяндайды. Қорқыт күй тартқанда, бүкіл дүние, жан иесі түгел құлақ түріп, аспандағы құс ұшуын,
жел есуін тоқтатып, ұйып тыңдапты. Сырдария ағысын тоқтатыпты. Үстіне төселген Қорқыттың кілемі суға не ағып, не батып кетпей, көп заман су ортасындағы кемедей қалқып тұрып алып, Қорқытқа өлім келтірмейтін арал болыпты. Қорқыт Сырдарияның көз жасындай суына қарап отырып, өлім мені қанша қуса да, мен оны бұл жерге келтірмеспін деп, қобызын үздіксіз тарта беріпті. Қорқыттың күңіренген күйлерін балқып тыңдаған ажал да бұған жақын келе алмапты. Қорқыт осылайша күндіз-түні ұйқы көрмей, қобыз тартып өліммен алысыпты. Көп замандар бойы үздіксіз қобыз тартқан Қорқыт бірде қалжырап қалғып кетеді. Қорқыттың ізіне түсіп аңдыған ажал сол кезде қайрақ жылан болып келіп шаққанда, Қорқыт соның уынан ауырып өледі. Бірақ Қорқыт өлсе де, оның ұзақ заман тартқан қобызының күйлері бір толастаған емес. Қорқыттың моласы Сырдарияның жағасында, Қармақшыдан 18 шақырым жерде бір белестің үстінде тұр. Қорқыттың қобызын сол молаға бірге қойған екен. Ол өзінен өзі мұңды күй тартып, Қорқыттың өзін тыңдағандай сарнап тұратын болыпты. Қасынан өткен жанға әрдайым «Қорқыт, Қорқыт» деген мұңды үн естіледі екен. Қорқытты тыңдаған барлық ел, барлық әнші, күйші ән мен күйді, қобызда ойнауды Қорқыттан үйреніпті. Алғашқы қобызды Қорқыт жасапты. Халқымыздың сүйікті өнер жұлдызы, дүние жүзі аты кеңінен мәлім скрипкашы Айман Мұсаходжаева жас шәкірттерімен шет елдерге гастрольде жүргенде, ондағы әйгілі музыканттардың бірі «Бұл қандай аспап?» деп сұрапты қобызды көрсетіп. «Бұл қобыз деген аспап скрипканың атасы» деп жауап беріпті Айман Қожабек қызы. Шетелдік музыкант таңданып, басын шайқапты.